Ассалаумағалейкум ағайын, кезекті видео қош келдіңіздер. Бүгін өзек тақырып талқыланады. Яғни, кәсіп бастаған кезде ИП ашамыз ба, немесе ТО ашамыз ба? ИП деген не? Ол жеке кәсіпкер. ИП индивидуальный предприниматель, жеке кәсіпкер. ТО деген не? Товарищество с ограниченной ответственностью, қазақ тілінде ЖШС, жауапкершілігі шектеулі серіктестік. Енді әрқайсына тоқталып өтеміз. Егер ИП, ол мен, мысалы Бақытжан бар ғой, Бақытжан Кемалхан, ол менде ИП болса, мен болсын, ИП болсын, екеуміз бір, единымыз. Яғни менде штраф болса, ИП да жауап береді. ИП да штраф болса, мен жауап берем. Яғни бір-бірімізге байланыстымыз. Түсінікті? ТО болатын болса, мен директор, Кемалхан Бақытжан директор болса, ТО мен үшін жауапты емес, сол сияқты мен ТО үшін жауапты емеспін, екеуі бөлек әлем. Сол сөйтіп айтып тұр ғой, жауапкершілігі шектеулі серіктестік. Біз жақта жауапкершілігі шектеулі ғана, толық жауап бермейді деген сөз. Енді осы тендерді алатын болсақ, тендерде заказчиктер ИП-ға қалай қарайды, ТО-ға қалай қарайды. Сіз тендерге ИП болып қатысатын болсаңыз, хоть 10 жыл стажыңыз болса, 15 жыл стажыңыз болса, заказчик сізге репутациясы ИП-ның төмен. ИП маға қатысып атқан, сен ИП-сің, кімсің сен деген сияқты. Хоть ТО кеше ашылсаңыз да, ТО кеше ашылса да, заказчик, ТО нормальный бизнес-компания, авторитеті бар деп ойлайды. Сол себептен ИП мен ТО-ны қарасақ, ТО-ның репутациясы жақсы. Ол бірінші. Екіншіден, ИП-да штраф болса, налогтан штраф, машинаның штрафы болса, тендерге қатыса алмайсыз. Тендерге қатыса алмайсыз, порталда уже қатыстырмайды сізді. А ТО болса, менде Бақытжан Кемалхан өзімде штрафтарым болса, кредитім болса, налогым болса, ТО-да ол қатысы жоқ, ТО қатыса береді. Түсінікті? Самый ТО-ның өзінде болмаса болды. Түсінікті? Осы жерде үлкен бір плюсы бар. ТО бөлек, мен Кемалхан Бақытжан ретінде, мен директор ретінде бөлек адаммын. Түсінікті? Мен как Бақытжан Кемалхан ретінде жауап бермеймін, ТО мен үшін жауап бермейді. Понятно, да? Ол екінші момент. Үшінші момент, сізде ИП уже 15 жыл, 20 жыл болса, бұяқта лицензия алып алдыңыз, обороты бар, историясы бар, опыты бар, ИП-ны бизнес ретінде сата алмайсыз. Түсінікті? Оны үлкен бизнес ретінде сата алмайсыз. А ТО, даже мен айтайын, кеше ғана ТО аштыңыз, 3-4 ай болса да, әр ТО-ны, бір ТО-ны, мысалы 100 мың теңге, 100 мың теңге сатып жүре аласыз. Просто әшейін пустой, ешқандай оборот жоқ, ТО-ны сатып жүре аласыз. Мысалы, менде уже тендерде 2 компаниям бар, біреу товармен айналысады, екінші құрылыс компания. Товармен айналысатын менде компания 5 жыл болды, обороты бар, соны мен 30 миллион теңге сатып аламын. Құрылыс компанияның нарықта 70 миллион теңге тұрады. Яғни ТО құны бар, ол бизнес ретінде сата аласың. Түсінікті, иә? Төртінші момент, сіз өзіңізге учредитель алмайсыз, партнерді официально алмайсыз ИП-да. А ТО-да 2-3 партнер официально аласыз. Оған өзіңіздің үлесіңізді, ТО-ның үлесін сата аласыз. Осына вывод. Егер де кішкентай тендерге қатысам десеңіз, біріншіден бастама ретінде ИП-мен қатысып бастасаңыз болады. Бірақ ертең масштабқа шығам, команда алам дейтін болсаңыз, ТО ашқан дұрыс, ТО-мен қатысқан дұрыс. А енді черный список бойынша ИП қалай кіреді, ТО қалай кіреді десеңіз. ИП болса, черный спискқа тез кіріп кетесіз, черный списктен құта алмайсыз, 2 жыл бойы тендерге қатыса алмайсыз. ТО болатын болса, өзім процедуралары бар, пока сотқа береді заказчик сізді, пока черный спискқа кетем дегенше 2-3-4 ай уақыт кетеді. Сол уже черный спискқа кетуге 2 апта қалған кезде осы ТО-ны басқа адамға сатып жіберсеңіз, сол ТО черный спискта болады. Жеке өзіңіз иін бойынша черный спискта жоқсыз. Жаңа ТО ашасыз, немесе жаңа ТО сатып аласыз да, қайтып тендерге қатыса бересіз. Все, элементарно, оңай. Поэтому бұл жерде мен кеңес беремін. Тендерге ұзақ қатысам десеңіз, ТО ашыңыз, ол бизнесті сатуға болады, және ыңғайлы жұмыс істеуге. Так что ТО ашыңыздар. Немесе жаңадан бастап жатсаңыз, ИП ашсаңыз болады. Қалай? Жалпы видео ақпарат пайдалы болса, тіркеліңіздер, видеомен бөлісіңіздер, лайк қойыңыздар, комментарий жазыңыздар. Келесі видео көріскенше сау болыңыздар.